Şimdi mikrofon kostum. Hey, what's up dostlar, sizden birге мен достар бүгінгі видеода бізде өте қызықты видео болайын деп тұр. Достар, бүгінгі видеода K-pop әндерін табатын боламыз. В общем, достар, мен ютубтан бір өте қызықты бір видео тауып, маған қызық болды деп өтті, сіздерге қызық болады. В общем, кеттік, go! Так. Ньютонның жалпын. Айттым ғой мен негізінде Ньютонның негізі. Мен почти K-pop'ның фанатын біле берсеңіздер. Так. Бұны білмеймін. Рензоның бұлсанда деген өлең бар ма? Бұл өлең бірінші естідім, ё-мо. Рензо K-pop па не? Ё-мо, достар, бұны да білмеймін. Madman. Айттым ғой, Madman. Madman екен білем, бірақ өлең атын ұмытып қалдым. Тимнің дауысын танимын. Ол 91 баяу. Тура қарағаның айды дәл солай. Менің ең сүйікті өлеңдерімнің бірі. Мен нездемен 91-ның барлығы ұнайды маған, барлық өлең. Ньютон. Достар, ауа екен білем, просто үлгермей жатырмын да. Смит дауысын білем, оны Смит. Ньютон бас кетеді. Madman қайдағы Ньютон. Madman бас кетеді. Да, 91 аяма. Ауа берем, аямасын мұндайрам. Бұндағы тұрғынына әнара тоқпан. Давай, келесен. Кристалс ба? Айттым, мен достар, Кристалсты мүлде тыңдамаймын, тек қыздар толы болған соң даусынан танып қойдым. Так, Кристалс онша емес достар маған. 91 мұз. Әйзи мен биясым. Я, әйзи мен биясым. Ньютон толын асқан. Блин, просто вообще. Комментарийға сіздер қанша тапқандарыңыз жазып кетіңіздер, мен олардың бәрін оқимын. Және мен 91-ның 3 өлеңін таптым, сосын Ньютондікін таптым, Madman-дікін таптым. Сосын достар, мен осы санадым, мен 3-еуін таппадым, яғни 3-еуін таптым, қалғандарын тапқан жоқпын. Бұл жерде 10 шақты өлең болды, 11-мен санаған жоқпын. Әдгетті обязательно комментарийға қаншалық тапқандарын жазып кетіңіздер. Ол үшін достар, тағы да осындай видео түсіремін десеңдер, осы видеоға жақсылап кетіңіз, лайк, сол, сырым болған мен Норик.